Қайырлы кеш. Қадамға 10:75-те. Салимация, можете представиться? Не уатыр на жерде? Не уатыр. Протоколда тұрмыз. Кімге? Ага, не бұзды ол кісі. Если немец қой, да? Как называется? Жасырын ақпарат немец қой, да? Жол өтесін бұздыңыз, да? Иә. Қансы жеші өзіңіз? Газ баллон қондырылған автокөлікке тиіз рұқсатсыз. Қалай білдіңіз оны сіз? Вообще, на основании чего вы его остановили? Ознакомьте документально, пожалуйста, ОПМ. Жүрекке соқпаймын, сіз давайте документально көрсетіңіз. Полиция капитан Сахан Нұрхан Сахан Нұрхан Сақтапбекұлы. Дауысын айтасыз ба құттай дауысы естімей тұр, так, 28. Полиция, сіз таныстыра аласыз өз-өзіңізді? Жоқ, газ баллонды қайдан көрдіңіз сіз? Техпаспортында соғылмаған деймін. Жоқ, техпаспортына. Құттай жаратыңызшы сізге естіледі. Техпаспортында соғылмаған. Так, газ баллон машинасында. Как вы выявили? Қарап тұрған жоқ біз. Автокөлікті қарап тұр, қашып. Автокөлікті протокол досмотр толтырдыңыз ба? Неге? Неге? Газбен жүріп кеткен машина қойыңыз. Сіз есін сезіп қалдыңыз да, газбен жүріп қалған. Так, Бержанов, Батырбек, Амангелдіұлы. Кезеңіз бар ма? Біз жұмыс жасап жатырмық қазір. Кедергі келтірмей ақ қойыңыз. Нет, қалай кедергі келтіріп тұрмын сізге? Я не смогла дочитать. Дайте, сіз давайте. Хорошо. Сіз выявили, открыв без понятых, да, без понятойсыз машинаны ашып тексердіңіз. Протокол досмотр толтырды ма? Толтырған жоқ, да? Хорошо. Так, Бержанов, Батырбек, Амангелдіұлы, инспектор службы. Атырауда кісірмәсіздер? Атырау облысы осы аймақты қарайсыңдар ғой, да? Аймақта счет кімде сотрудник? Біздің қосымша күш. Сіз не үшін шақырып? Собормен жүрсіздер. Собормен жүре ма? Полиция ДПП? ОПМ правопорядок живет күшейтілген видео. Ознакомьте меня документально. Старший шақырып жүрсіз. Идрисова Құндыз. Алла, приказ бізге шығады, сізге шықпайды, апа. Маған, давай, көрсетсе, давайте, вы должны распечатывать. Қалай таныстырасыз? Мысалға, менде телефон болмайды. Смотрите, я вам задам вопрос. Құндыз, өте қуаныштымын, смотрите. Если у меня не будет телефона, телефон болмайды менде, сізде ОПМ-мен жүріп жатқан жөнінде, сіз қалай білдіресіз? Мысалы, менде телефон жоқ, накс телефон жоқ. ОПМ қалай? Олай емес, апа, былай ОПМ. Мен айттым, мен сізге өтірік етпеймін, ОПМ деп. Мен өтірік сізге жақын. Өтірік емес, мен документально ознакомьте меня. Сізді не үшін шақырт машинаға? Қайда шақырт? Да, машина. Стоянка полет машина? Стоянка полет машина. На основании чего стоянка опрос? Мен де қондырып айтып отырмын сізге. Хаттама толтырылды. 597 жылы айтымыз хаттама сақталды. Енді автокөлік стоянка апарып қоямыз. Стоянке апарып қоямыз. Процедурасы солай, да? Дальше процедурасы солай, да? Все хорошо, понятно. Работайте, не работайте, а просто службу несите, қызметіңізді көрсете беріңіз. Сіз деген жұмыс жасап жатқан жоқсыз, сіз қызметкерсіз. Қызмет көрсетіп жатырсыз. Халыққа қызмет көрсету сотрудниксіз, қызметкерсіз. Так, ОПМ мен таныстыра қойыңыз мені қазір. Я хочу знать, мына жерде Атырау халқын білдірейін, то, что осындай жедел профилактикалық, қалай айтылады қазақша, ОПМ-нің іс-шарасы жүріп жатыр. Міне, орталық мосттан түскенде, Абайға қателеспесем шыққанда, осы жерде полиция сотрудниктары 10:75 деген ОПМ жүріп жатыр екен. Без протокола досмотра машинаны тексеріп, выявили факт нарушения. И сейчас қазір на машинаны штрафстоянке аппаратуры. Без протокола досмотра, без понятых машинаның багажына тексердіңіз, да? Газға айтып тұрмын мен сізге. Жоқ, газға жерінде қайсы? Машина іші қалай сіз қалай ашасыз машинаның ішін? Жоқ, без протокола, без понятых. Вы нарушаете его права. Вы завтра можете на него написать заявление. То, что он нарушил сіздің өзіңіздің құқығыңызды, плюс қызметтің өзінің асыра сілтеп пайдаланып, дежурный частьқа соқтыңызға хотя бы, дежурный частьқа, хотя бы, чтобы его машину проверить, у вас должны быть соответствующие документы сотрудников. Нет, мен сіздің мне позвонили жители. Я суғайырсын, сіз мен тыңдамайсыз. Давайте я договорю. Қалай мен ешкім емеспін? Единственный власть, источник власти, народ. Мен народпын, я власть, сіз қызметкерсіз. Не забывайте об этом. Конституция. Мен тексере алмайсыз деймін қазір. Қалай ОПМ тексере алмайын ба мен? ОПМ тексере алмайын ба? Келетін жерге командир келеді, сізге
жерге командир келеді, сізге таныстырады, хорошо? Хорошо, давай. Сіздің қолыңызда болу керек. Сіздің қолыңызда болу керек. Сіздің қолыңызда болу керек. Вы не должны звать его к машине. Мен көріп тұрмын ғой, мені қалай мен саянға апарам дедім оны, басқа да айтқан қалай кете берейін деп айтады ол, сіз ол өзі. Саянға қоймай ақ қойыңыз дейді, мен саянға қоямын дедім, болды. Басқанда ештеңе болған жоқ. Оны өзіңіз сұраңыз адамның. Сіздің құқығыңызды біліп тұр. Конечно, я ему помогу. Возьмите мой номер. Мына кісілердің үстінен то, что ваши нарушили права, қызметін асыра сілтеп пайдаланып тұрған үшін, да, сондай күмәнім бар менің, сол үшін сізге көмектесемін мен. Бесплатно көмектесемін сізге. Адвокатсыз? Какая вам разница? Я говорю, я народ, халықпын, вы нарушаете права людей. Мен қазір аттан сақтап жатырмын, сіз араласпаңыз, хорошо? Шаруа емес сізге қызмет, не забывайте слово қызмет сізде. Жұмыс емес, шаруа емес, қызмет сізде, қол ұстатыңыз менен, қол ұстатыңыз. Мен ұстап отқан жоқпын сізді, мен болғаннан кейін сосын келесіз, хорошо? Вот осылай, у нас вот власть, вот қызметкерлер біздің адал қызмет көрсетіп жүрген. Обращаются жители без протокола досмотра, ашып, тексеріп, какое вы имеете право, а? Без понятых жалғыз адамның машинасын тексеруге. А? Какое вы имеете право? У вас нет на это права. Әрине жазылады арыз, әрине жазылады. Завтра встретимся в ДВД, хорошо? Ага. Стоянки запросили нам именно ойшылы машинаны, что стоянки аппаратно. На основании чего? Сіз оны апара алмайсыз пока. Процедураның бәрін бұзып тұрсыз, қызметкер. Вы понимаете об этом? Қазір мына машина, сіз кетіп бара жатсыз ба или старший келе ма? Я не поняла. Мы кетем, кажется, Саша келесіз. Қалай? Нет, пока не убегайте. Ознакомьте документально. Я, хорошо, ознакомьте документально. Арыз жазыңыз, сразу сізге ответ береді. Бәрін көрсетіңіз маған. Мен неге жазуым керек? Я не умею писать. ОПМ көрсетіңіз, ОПМ. Все, сіз кетпеңіз пока. Сіз кетпеңіз, мен солай сөйлесем, өзімнің эмоционалды дауысым. Сабыр, бәрі сабыр. Просто вы понимаете, что сіздер қызметті асыра сілтеп пайдаланып тұрсыздар? Во-первых, неге? Неге? За tasarruf пайдаланып отыр. Смотрите, хорошо, я вам объясню. Подождите. Без понятой жоқ. Қалай болу керек процедура? Вот вы остановили машину, да, 9 процентов. Я. Түсіндіру өтейін сізге. Бізде мана 9 пункт бойынша тоқтатудың қандай негіздері бар. Яғни соның біреуі қазір бізде мына жер профилактикасы. Сіздер отырыңыз, бір сұрақ қазір. Кетіп бара жатсыз ба? Кетпеңіз. Я не уйду. Если вы поедете, я за вами поеду, кажется, со стоянки. Жоқ, сіз мені таныстырыңыз. Я жоқ, ОПМ-мен таныстырыңыз. ОПМ-мен таныстырыңыз. Телефоныңыз бар ғой, соғыңыз, 78 статья. ОПМ, ознакомление болу керек сізде. Мен халық ретінде, сіз несете службу, қызмет көрсетіп тұрсыз. Сіз маған көрсету керексіз. Қазір старший келіп дедім осы жерге. Мен өзім тұрған ба не? Сіз кетпеңіз. Кетпеңіз. Хорошо, объясняйте. Сізге айтайын да. Ага, қазір жұмысын бәрін тастайын да еріп жүремін сіздердің арттарыңыздан. Вы должны ознакомить. Сіз просто кетіп қалмаңыз деп жатырмын, я вас предупреждаю. Түсіндіру өтейін. Манағы тоқтатудың негізі бойынша жедел профилактикалық іс-шара жүріп жатқан мезгілде, яғни сізге түсіндіріп өттік қой, мана 10-шы және 20 мамыр аралығында құқықтық тәртіппен жедел профилактикалық іс-шара жүріп жатыр қазіргі. Соның негізінде тоқтатып тексеріп тұр автокөлікті. Автокөлікті тоқтаттық, ешқандай қарама-қайшылық ештеңе болған жоқ. Немесе көліктерін сұрадық. Және де автокөлікті тоқтайды. Тоже қосып тұр, да? Және осының негізінде машинаның ішіндегі сыртында не бар, ашып қарай аламыз. Хорошо. Біз оны визуально былай тек қана сыртынан, оның сиденькінің астында не бар, оның бәрін қарап отқан жоқпыз ғой. Сұрадық, қарадық, газ баллоны тұр. Жоқ, сіз аша аласыз ба? Мен машинамды аша аласыз ба сіз? Мен машинамды аша аласыз ба? Хорошо, на основании ОПМ. Он дал, да, разрешение сізге? Да, дал разрешение. А өзім ашып сіздерге көрсетейінші деді ма, или как? Жоқ, біз енді одан сұраймыз ғой. Сізге, сіз разрешение дедіңіз ба, астын ашуға, или вас сказали как-то перед... Сосын ашып көрсеттіңіз, да? Протокол досмотра болған жоқ, сізге ет понятой әкелген жоқ, просто ашып. А если вам что-то подложат, қазір қалтасына, или тут сотрудник, еще ет не бар. Есть такой күмән? Менің күмәнім бар сондай. Так, камерын тұрам, қолтыратқам. Істеге келсіп кетіп, істеге апарам, келсіп. Стоянки келсе. Бүтті
міне мына жердегі біткен жоқ, мен кетіп бардым, машина автокөлік апаруым керек. мына автокөліктегі Біткен жоқ, мен кетіп бардым, машина автокөлік апаруым керек. мына автокөлікті жұмысқа кетейік қазір. оформляйте қалай не істеп тұр не заң бұзып тұр мен өзімді қалам ба не мына жерде вы опм жүргізбейсіз әне не опм мына жерде тұрмайсыз тексермейсіз машиналарды багажды ашпайсыз машина стоянкаға қойып берейін. Стоянка қойып бересіз? Қайтып осы келеді. Хорошо, я буду вас ждать осы жерде. Сау болыңыз емес, до встречи, сотрудник. Вы без защиты прав, да, сіз түсіріп жоқпын. Мына кісіні адвокатпен не істемей, незаконно машинасы алып бара сияқтысыз менің ойымша. Ондысқан, мен сізге бұл жөнінде тағы түсіндіріп өтейін. Әкімшілік хаттама жасалған жағдайда, яғни бұл кісіні өзін таныстырамыз ғой. Сол кезде бұл кісі... Сіз келіп тұрса, штатсен келіп тұрса, завтра штатсенде бізге 4-5 адам хабарласты, то, что их машина, қазір қылмыстық істі жауып салады прокуратура, то, что машиналардың бәрін тонап кеткен. До дөңгелек есіңізде сол ситуацияны сіз қазір не жол жаққа апатса, жол жаққа апатса, ол жерде тонап отыр ғой ол жердің барлығын білесіз. Ол бойынша біз жауап бермейміз ғой. Қалай сіз жауап бермейсіз? Сіз мына кісіні апарасыз ғой қазір. Сіз бармаңыз, адвокат сұраңыз, қазір келе жатыр қоғамдық бірлестіктің мүшелері, Вы не езжайте пока. Айыптырақтың бөлек охрандары. Охрана на вас перекидывает, вы перекидываете на охрану. Сейчас его машину как қырғын оборудованный, да, системасы оборудованный, да. Сіз апармаңыз машинаңызды. Сіз машинаңызды қазір деген тонап кетеді ана жерден деген. Я уверен на 100%. Десяткалар тонап жатыр. До ключа дым ішіне моторын бәрін түсіріп алып кетіп жатыр. Сіз кетпеңіз, қазір келе жатыр. Дайте ключи, положите в карман, не езжайте. Если что-то такое будет, пусть адвокаты вам представляют. Сіз деген қазір жауап бермейсіз ғой, охрана жауап бермейді. Ана жерде деген вообще безобразие творится. То, что... Поэтому я вам советую, как вот юридические знания бар адам ретінде, пока подождать тут, попросить ходатайство. Ходатайство жазып, өтініш хат. Қазір мен сізге көмектесем, тоже біздің коллегаларымыз кетеді, сізге көмектеседі. Потом этот ходатайство адвокат әкелсін сізге бесплатный, потом пусть оформляет, потом штрафстоянке апарсын. Өздерін мойнына алсын сосын. Хорошо? Болды, машинаны жүргізбеңіз, қорқытып үркітсе маған айтыңыз, қазір келе жатыр машина. Неге қозғалмай түсірдім оған? Жоқ, оған адвокат керек. Да, хорошо. Адвокатын тауып береміз. Давайте, А4 бересіз ба? Қағаз жазсын өзі арыз. А4 арыз жаза қойыңыз, адвокат берсін. Болды уже. Хорошо, на основании неге штрафстоянке алып кететін жөнінде юридический помощь көрсетіңіз оған. Қандай юридический помощь керек? Мен айтып отырмын, ол бапты жазылған ғой. 197 жауап бар. 149. 149. 149. Оқыңызшы, бар ма? Алып берші, папа. 149. 144 дейді, не ғой сен протокол толтырған айтып отырсың? 149. Бар ма? Тұрбай тұрасыз ба? Айтма, сөйлесіп ай. Кеде келтіріңіз. Кім есімің? Не сөз жатталған? Сіз кедергі келтірмеңізші деген. Жүресіз ба? Қозғалысыз ба? Жоқ, не, адвокат сұра, адвокат. Тонап кетпейді, мен гарантия беремін өзі. Жоқ, адвокат керек. Бүкіл не жазылады анда, дөңгелегің бар ма? Кіркен, неңді шиқолы, бәрі жазылады. Сотрудник. Мен саған артық ештеңе айтып. Сіз тұратыңыз кім? Сіз тұратыңыз де кедергі келтірмеңіз қызметіме. Хорошо, я кедергі. Ничего не делаю, вот я стою просто. Жоқ, адвокат. Сөйледен беремін, машина қоясыз, кіртіп бәрін өтіп аласың. Мына бәрін жазылады, шиқолы бар ма? Не бар, түр жазып беремін сөйледен. Түсінсіз ба? Қозғала қойыңыз қазір. Есіміңіз кім? Іншек? Нұрхан менің есімім. Жоқ, Нұрхан. Іншек, есіміңіз кім? Жоқ, Қытай, былай тұрасыз, не надо, кедергімесіз, вы все, ладно, сұрайшы. Болыңыз, не айтатын затым бар. Қозғала қойыңыз. Неге? Мағынамыз жүре ғой, айтып тұрмын ғой, сен, ал, өшен жазылмайды, машина стоянка қойғанын жазылады. Акстоянка. Жүресіз бе, қозғалмайсыз ба? Қозғалмайды ғой. Адвоката, попросите адвоката. Қозғалмаймын? Я қозғалмайды. Міне командир келді, бара қойшы саса. Жоқ, мен өші тұрамын. Қазір опайым танысамыз ғой. Түн ұзақ қой сотрудник, қызметкер. Түн ұзақ, Хорошо, вы на службе, я тоже на работе, как бы, да? Сейчас я ознакомлюсь. Откуда, да, қағаз? Білмеймін, келіп тұр командир. Шақып бердім, осылай сұрап тұр деп, сізі келіп тұр қазірге. Таныстырамын, арда енді осы кісіден сұрайсыз. Все, хорошо. Сейчас я хочу ему помочь, как қоғамдық бірлестік мүшесі ретінде. Пусть он А4 қағаз беріңіз, арыз жазсын. Или покажите ему. Акцияға анда барғасын беріледі. Жоқ, маған мен алып келіңізші, қуапты алып келе қойыңызшы, пожалуйста. Қуап беріңізші маған, қуап. Жоқ, келе алмаймын. Ашылмай тұр. Дайте мне қуап, у вас есть қуап? Мен қазір мына қызметте протокол жазып бітірейін. Беріңізші, қуап беріңізші маған. Мен сізбен сөйлесем, хорошо? Бak кедергі келтірмеңізші мен қызметіме. Тағы да айтамын мен сізге. Жоқ, қуап беріңізші. Қуап беріңізші маған. Қуап деп айтып,
сәлеметсіз. Патрульный полиция батальоны взвод командиры, полиция капитаны Тасимов Сүйіншбек Аман. Иә, ОПМ да, біріншіден ОПМ-мен сотрудник таныстырған жоқ. Екіншіден, қазір мына 590-ның 7-ші бөлімімен не салған, 7-ші тармағымен, извиняюсь, да, мен ондай қатты немеспін, иә. Потом хаттама толтырған, он согласился якобы штрафпен, но он, сотрудник, может без протокола досмотра проверить багажник или машину? Может, у нас в данный момент идет Бекре, ОПМ идет. ОПМ Бекре. Знаете, да? Бекре басқа жайтты. Бекре рейдтік шарасында жүріп жатыр. Ол біріншіден, екінші ОПМ. Айтты мысалға мен багажнигін тексеру үшін не істеу керек? Мен тоқтадым. Оснащаю, народ, оснащаю, да? Визуальный осмотр жасауға болады, полиция қызметкері. Визуальный осмотр. Оны алып жіберіп, багажды ашты, есікмен айтып тастап, екі жаққа алып қопару болмайды. Визуальный осмотр деген сотрудник. Иә, мен білейін соны білейін. Иә. Осындай ОПМ шарасы жүріп жатыр, сол бойынша сізге түсіруіңіз автокөліктен багаждықты. Сейчас ему идут помощь. Адвокатын шақырып қойдың деңізші болды. Адвокатыңыз жатыр сіздің. Визуальный осмотр деген осы. Адвокатыңыз жатыр сіздің. Багажын аша қойды, визуальный осмотр. Достар тұр, жанынан тұр. Скажите ему, пусть не... Он сейчас қысым көрсетіп жатыр водительге. Пусть он увидит сізден. Как старший, скажите, пусть отстанет. Мен адвокат шақырып қойдық, адвокат келатыр қазір. Келсін, тұрсыншы. Это его имущество. Қатысын. Протокол толтырылды. Енді сен кетіп қалмақсы келіп тұр ғой, неге апарасың? Былай, сенікі заңсыз, осылай деп мен түсіндіріп айттым. Заңсыз ба? Сұрақ қоятын болса, 597 тармағымен салды, да? Адвокаты кетір, адвокатын кетір, сенің кетпей ешқайда. Смотрите, потом толтырды. Потом что делает сотрудник с машиной, да? Вот он проверил, без протокола досмотра, без понятых, даже если визуально, полностью то, что он нарушил, кабермен таныстырып боламыз. Бұл инспекторлар енді заң жүзін жасап тұрмыз да, действительно. Мен айтайын да, протоколын толтырды, тоқтатты, ОПМ-мен, действительно бар, ОПМ таныстырды водительге, сізге былай таныстырғанша. Водитель ОПМ-мен таныстырды ма? ОПМ таныстырды ма? Ауызша тек, жазбаша документально. Таныстырған жоқ. Ауызша любой затқа беруге болады. Мен тек құжатқа сенемін. Құндыз қараш, мен телефон жасамайды. жүзек операторын ешкім алдай алмайды ғой, официально ғой енді, жүзек операторы. Бізге қағаз жүзінде болмайды да? Жүзек профиль шара өткен рейдтік шараны бізге кез келген водительге тоқтатма деп алып жүріп қағаз бумажный көрсетуге болмайды бізге. Көрсетпейміз деп мына. Көрсетпейсіз да? Көрсетпейсіз да? Мен айтайын, көрсетпейміз. Егер білгісі келген жүргізуші или қандай бір адам жүзек операторынан соғып біле алады, оған келіспеген жағдайда қағаз жүзінде арыздалып городдельный дежурный баруға болады деп. А сөйтіп жүру керек та адам, да? Жүру керек не, әркім өзінің құқығына байланысты ғой. Нет, вы не можете один листок распечатать? Жоқ, бізде Құндыз, бізде қағаз бар. Бірақ покажите, пожалуйста. Кешіресіз, көрсетпейміз біз айтып отырмын ғой. Егер білгісі келген адам жүзек операторына қиын емес қой, жүзекке соғып телефон соғып білуге болады. Осы действительно болып жатыр ма? Өтірік айтып тұр ма инспектор? Соның бәрін уточнить етуге болады ғой на месте мысалы. Қысым көрсетпеңіз, адвокатын не трогайте его. Инспектордың бәрі полноценный, баядың айтқан инспектор 10 жыл болған жұмысы, бәрі жұмыстарын білетін балдар ғой. Түсіндіріп айтты, протоколын толтырды, енді заң бойынша стоянка қойылу керек. Ертең күні стоянкасын штрафын төлеп, қолына актын алып, разрешениесін алып, барып автокөлігін алып кете алады. Қолын имеет право. Сол енді заң жүзінде. Не разрешение алу керек? Жоқ, енді штрафын төлегеннен кейін машина стоянка қойғаннан кейін. Штраф он может потом оплатить. Не үшін оны стоянка алып бара жатыр? Штраф он может, или там вы судья-исполнитель, или штраф Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590-7 тармағында жазылған жаңағыдай іс-шара қағида бойынша сол бойынша жұмыс жасайды ғой инспектор, оны алып жүріп дейтін. Заң, незаконно ештеңе істей алмайды ғой. На основании статьи 18-ма көрсетіңізші ма? Қағаз жүзін, пожалуйста. Әкімшілік нені алып келіңізші, пожалуйста. Қарайыншы мен ашып оқиыншы, үйде алып қойма. Өзіңіз көшеде білесіз, қаланы білесіз, қызметкерлер білесіз, кім қалай бәрі жұмыс жасап жатыр. Өзіңізге уақытыңызды алып, өзіңіз жағдай үшін тұрасыз мысалы. Балалар заңды жұмыс жасап жатыр. Я освещаю народ, білсін заңды, да, то есть получается он остановил, тоқтатты машина, мен театр, мен тоқтатты машинамды. Сотрудник... Давайте я задам вопрос. Водитель тоқтатты, протокол толтырып, осы жерден водитель стоянка алып кете алады, инспектор. Просто мен айтып отырмын, телефон соғып күте тұрмыз, Құндызда білеміз, я кәмек келдім, сөйлесейін, ұятпады, әйел адам бір сыйлаушы керек, болмайды деп. Өзім аяқта келіп специально күттіріп қойып тұрмын, а то балдар бағаны алып кетеді бұны. Келіспеген жағдайда алып салып жетім білесіз, сол бойынша алып кете алады. На основании чего? На основании оны кодекс бойынша жазылған бойынша алып жатыр, стоянка қойылып тұр. Көрсетіңізші маған, не должна знать? Алып келіңізші. Мен
танысайын, мен народ халықпын. Я оснащу, завтра это будет, трансляция будет салынады, білсін, халық білсін, дайте им знания, білім беріңізші оған, пожалуйста. Мен қазір қойып келейін, сіз осы жерде болған деп тұрсыз ғой. Жоқ, қоймаңыз, адвокаты келе бұл кісінің, адвокаты келе жатыр. Адвокаты келсін, адвокатский помощь, құқықтық көмек алады, сосын барып алып кетеді. Эвакуатормен алып кетсін, если что. Жоқ, штрафты төлейді деп. Штрафты, жоқ, қараңыз. Не уезжайте, келін, шығып тұрыңызшы сіз. Неге мешает етіп жатсың мына жерге? Инспекторлар жұмысына келіп мешает етіп жатсыз ғой. Я ощущаю, мен сұрақ қойдым, ол жұмыс емес, қызмет, сотрудник, қызмет. Сенің жұмысың қызмет. Қызметі ғой, сізде, у вас не работа, вы служите. Кешірім сұраймын, вы не работаете, вы служите. Мен сіз айтып отырмын, қызметте жоқ, қызметкер жұмысын жасап жатыр мысалы. Ешкім кедергі жоқ, он закончил, у меня все зафиксировано. Сіз жала жаппаңыз өйтіп. Я что кому-то кедергі келтірмеймін. Мен имею статья 20. Мен ақпаратты кез келген. Смотрите, у меня тоже қырғын жұмыс. У халық тоже қырғын жұмыс. Вы, мен күмәнім бойынша, я начало не видела, он просто остановил. Он 9 причин для остановки, да? 9, да? На основании чего вообще вы остановили его? А? На основании. Енді соны көрсетіңізші, мына кісі, он требует от вас, он требует. Соқпайды ол. Соқпайды. Бейбіт основания дейсіз, да? Бір қағаз шығарып беріңіз, как старший. 52-ші бапты білесіз ғой, да, мысалы. 52-ші баптың, яғни автокөліктер тұрғызудың негізі 9 қағидасы бар. Каждый бір-бірлеп по пункту сіз 9-ға дейін айтып бере аламын мына жерге. Давайте, айтасыз. Ну, сізге ал жердің несі айтатын департамент пресс-службаға келіп тұрған. Мен айтыңызшы, мен как народ, я же имею право на знание. Сіз білікті қызметкер болсаңыз, просто болады ғой, айтады ғой сізді мынау. 52-ші баптың жол қозғалысы туралы қағидасының 52-ші бабының 9 қағидасы бар автокөлік тұрғызудың. Ол негізгі ең біріншісі жаңағыдай жедел профилактика, ең біріншісі 3-ші бөлігінде жазылған. Жедел профилактика іс-шаралары кезінде автокөлік тоқтатып құжаттарын тексеруге. Қандай да бір жол көлік оқиғасы или нарушение жасаған жағдайда әкімшілік хаттамалар. Ладно, 9 причин отпадает, да? ОПМ, да? ОПМ ғой, да? Қазақшасы жедел профилактикалық іс-шара. Соны қағаз ретінде көрсетіңізші маған. Или позвоните на 102. Жоқ, сіз өзіңіз соңыңыз. Кім, бауырым? Бауыр, водитель аты кім? Бауыржан. Бауыржан, бір ойшы, бауыр. Телефоның бар ма? Нет, сейчас адвокат келсін, подождите. Вместе с адвокатом. Жоқ, сіз қызықсыз. Сіз өзіңіз соқтыңыз келмейді. Бұны қараш, бұл водитель соқтыңыз келмейді. Сонда бізде қандай претензия біз сонда сізге? Біз түсінбейміз. Жоқ, құндыз қараш, сіз бізге напротив жұмыстайсыздар ма? Сонда мен түсінбеймін сіздерге. Қай напротив? Біз заңсыз бір нәрсе істеп Мен халықпын. Мен просто водитель Мен халықпын. Я за халық. Вы тоже должны быть за халық. Вы не должны өз қызметін аса сілтеп пайдаланбау керек. Үкіметтің адамымыз ғой. Үкіметтің жұмыс жасап отыр ғой мысалы. Үкіметтің басшысы халық, қара халық. Сіз қара халық. Оны білеміз біздер. Бека Бауыржан, 102 оперативка телефон соғып. Подождите, адвокат келсін. Қазір келе жатыр. Бір 5 минут, буквально 4 минут. Ол жақындап қалып келсін адвокат. Сосын сөйлесеміз, юридический помощь көрсетіп, қоғамдық бірлестік. Қоғамдық бірлестік. Адвокат дегенде. Хорошо, қоғамдық. Мен дейтін, қой, боғасына келіп. Вы успокойтесь. Сіз жаңа мен сабырға шақырдыңыз ғой. Вы же закончили службу, вы же уехали. Зачем вы? Мен апат қоям. Енді подождите, он юридический, оның құқықтық білімі жоқ. Ары жазылады сотрудник. Жоқ, жазшы енді. Мен сізге жазба деп отқан жоқпын ғой. То, что вы не... Қазір енді не істеп тұрсыз қазір, кедергі келтіріп тұрсыз ғой. Қай не істеп тұрмын мен? Кедергі келтірмеші, мен жұмысыма келейін. ОПМ десін, сот десен, мен телефон сіз кетіп қалдыңыз, қайтып кетіңіз. Енді қасымдағы жүрмегесіне қайтып кетті, неге жүрмейді деп. Енді келсін, бесплатно адвокат берген жоқсыз. Несколько там нарушений было. Ол бәрі өзі хаттармен келісті. Жоқ, неге? Неге бере алмайсыз ба? Мен оқиын, танысайыншы. Сіздің есіміңіз кім қазір? Тұрыңыз, кетпей ақ қойыңыз. Қозғалам де. Но бірлестік мүше келсін, сосын қозғалам де.
Неге солай істейсіздер, а? Неге солай қинайсыз адамды? Не күтсем сұрап жатыр? Вы сейчас моральный қысым көрсетесіз сіз оған деген. Иә, 5 минут күтейік. Иә, театр дейміз, иә, болды, театр. Иә, театр. Смотрите, штраф салдыңыз. 149. тонап кетеді. Ол адвокат штраф стоянка деген бұл тұрақ деген Егер сұрасақ беремін кісіге. бұқара түсіндіріп айтылды. Мен оқымай. Жасын төлейін деп. Осы тек апармай ақ қойып тұрған келсе. стоянка қойған фиксация жасайды. 4 жан камера тұр. Фиксация жасайды. Қандай необходимость сен сотрудник пешке қояды. Пешке Пешке қояды. Сен оған увидишь, астына қолыңды қоясың. Я мен машинамды қабылдап алды. Охранник стоянканың акт досмотра, он не имеет юридической силы. Мен арнай аласың. Ол акт саған не үшін керек? Акт ертеңгі күні мен ертеңгі күні автобусқа келіп машинаны алып 9000 теңге штрафын төлеп ертеңгі күні саған акт жоқ, ол штрафты он же может алу үшін саған актты көрсет, сол үшін саған сотрудник, сіз судисполнительсіз ба? машинаны тексеріп аласың. Не бар, не жоқ екен, осы уйсыз. Сотрудник, сіз судисполнительсіз ба? Сынып болса или жырылған батын болса, можете обжаловать. Сол үшін акт стоянки керек. Акт стоянки не имеет юридической силы. Неше адам келіп тонап кеткен. Да, он же может оплатить, қазір кетіп қалып, он же может оплатить штраф потом, да? Неге ол штрафтан қашып жатсыз сіз? Төлемеймін дедіңіз да? Қол қойдыңыз да? Қол қойдыңыз ғой, болды ғой, да? Неше адам кетсе, мен бұның бәріне осыған дейін болған оқиғалардың бәріне мен жауап бере алмаймын. Бүгінгі күнде айтып отырмын мен. Иә, ана жерден ол жерде штраф стоянкадан. Салам алейкум. Вообще маған негізі бүгін уже жалоба түсіп жатыр. Вообще сколько протоколов сегодня досмотра сделали багажников? Бар ма? Бір акт досмотра нету? А? Жоқ, а как вы досмотрели? 792 статья, КУАП РК. Она для кого написана? 792 бап. Для кого она вообще создана? Не, вы как досмотр делали? Мне уже екі адам хабарласты бүгін. Багажник тексеріп жатырсыз. Кімсіз? Почему вы свои полномочия превышаете? Қалай? 792 зачитайте, пожалуйста. Почитайте. Жоқ, зачитайте. Нет, почитайте. Хаттама неге? Он просил юридическую помощь. Юридическую. Нет, они хотят штрафстоянку на штрафстоянку. Где написано? В чем? Нет. С самого начала причина остановки какая была? Причина остановки какая? ОПМ не ознакомлен. Где ОПМ? Барма? Без причины остановка. Без причины остановка. Принеси бланк. Давай сейчас старшему дадим. Без причины остановка. Раз. Во-вторых, штрафстоянка. Что он на штрафстоянке? Как выйдет? На этой машине, как он выйдет на штрафстоянке, его обратно, он выехал со штрафстоянки, его опять штраф, опять на штрафстоянку. Хорошо. Логично. Он, вы, хаттама, на основании чего? Нет, вы мне объясните, как он со штрафстоянки заберет машину? А как он поедет? Он же заңсыз, вы говорите, он незаконно с газом ездит. Как он дальше поедет со штрафстоянки? Қандай рұқсат? Как он алады? Чтобы рұқсат қағаз алуға, ему нужно оформить техосмотр. Вы не работаете. Вы не работаете. Нет, жұмысын дедің ғой. Потом 971 приказ. Почему нарушаешь? Почему у меня? Ты меня не ознакомил. Почему? Қалай хорошо, жақсы? Дай бланк. Старший, бланк принесите. Бланк. 971 приказ нарушил. Без причины остановка. ОПМ где? Где ОПМ? Без причины остановку үстіне жазамыз қазір. То есть ОПМ не ознакомил. А сегодняшний этот нет. Потом вы мне объясните, он кажется, как его, на русском плохо, не может. Оценки деятельности. Командир взвод. Да, я поняла. Оценка деятельности его на сегодняшний день какая? Оценка деятельности. Ну, причина остановки объяснили же, да? Нет, я говорю, он некомпетентный сотрудник. Я считаю его некомпетентным. То есть 792 он нарушил. Нам бланк принесите, сейчас будем писать заявление. Вы никуда пока не повезете, пока вы не примете от нас заявление. Вот от... Заявление хотите писать, да? Конечно, на сотрудника. Беспричинная остановка. 792 протокол досмотра не сделал. Второй 971 приказ, это я сейчас буду писать, не ознакомил. То есть
И сейчас отказывается документально. По 18 часть 3 ознакомливать документально. То есть Конституция это высшая юридическая сила. Понимаете, да? Что написано в 18 часть 3? Ознакомить документально. Я вас сейчас прошу тогда, вас. Сейчас на него напишу. Вы меня можете документально ознакомить? Олеся, ОПМ у нас идет, да? Где? Ознакомьте. Все хорошо, ознакомьте. Мы водители. Нет, вы сейчас у него требуете документ. У него есть на газ. У него есть на газ документ. Смотрите, Где? Можете показать? Ты можешь себе ОПМ показать? Не, ОПМ. Подожди. Олеся, подожди. Нет, ты говоришь, у тебя ОПМ. Он говорит, у него есть. Нету он. Если вы хотите... Почему нет? Олеся, подождите, послушайте, пожалуйста. Нет, у тебя ОПМ где указан? Я Олеся. тоже не вижу, нету. ОПМ у нас идет Где идет? с 10 до Где? 20 да, Где? числа. Ознакомьте. ОПМ мы не Вы можем отказываетесь? показывать вам водителям. Да, Отказываетесь? отказываемся. Но если вы хотите узнать, но 102 оператора позвоните, узнаете, можете. 8 причин остановок. 9 9 причин. Хорошо, 9 причин остановок. 9 причин остановок Да. там написано. Когда ОПМ про отряд ведет, тогда тот... Я могу это прочитать? Можешь, конечно. Зачитай давай, Хорошо, зачитай. без всего, вместе с ним, да. Ну я читаю. Алиса, смотрите, вы зачем забрали его удостоверение личности? Отдайте ему Хусон, ты документы можешь вообще не давать. Сейчас документы, когда... Он никуда не заберет. Отдайте документы. Мама, документ мне. Полно. Не себе неси документ. Еще бы раз. На основании чего? Жазам. Бланк принесите, бланк. Да, есть, все, есть. Несите, сейчас будем писать. Отдайте документ. Вы почему его не қалтаңға салып қоясыз? Какой ты прав? Сотрудник, Слушаю вас. какой имел право взять удостоверение, положить в свой личный карман? Для каких целей? Нет, машину сейчас на старт. Поедешь. Там же акция Не, будет подожди. писать. Там данные будет посмотреть. Хорошо, данные в планшете все Он есть. не украдет. Подождите, нет, он имел, я говорю, вы имеете право в карман ложить удостоверение личности? Не, все Через- таки. Нет, для это... страховки там А положил же какая всё такое. страховка? Какая? Вы знаете, Что что? не упадет. Вы знаете, что в Республике Казахстан сейчас Я все знаю электронный всё, я всё формат. знаю, я Какой имел право в карман вообще удостоверение ложить? Я все знаю. Вы сейчас как старше, еще старше другого вызывайте. Нет, я командир УСБ. ЗОД в этой азиатской территории. Он ответственно вызывай сюда и УСБ вызывай сейчас. Превышение. Вы вызывайте, Олеся. Конечно, здесь я сейчас вижу, что он берет чужие документы в свой карман ложит. Да, у нас все. Бершишин хазды. Бер алкоголь. У нас все 971 зафиксирует. все Вы должны были его при приходе сказать. Тем более он у вас почему в руках? Где ваш жилет вообще? Вот, я командир ЗОД, мне... Не нужен, да? То есть вы по полотну, дорожному полотну могу можете вот так ходить? все везде Можете ходить, так. да. Ну хорошо, министр МВД напишу. То есть командир взвода, все дозволено без жилета. Опознаватель, да. То есть видеожетон у него не на груди находится, а в руках. Вот Есть это у все меня на указано. машине, просто так удобно мне снимать. Все, удобно. Видео было четко, Как вам министр А если сказал, у нас как в городе должно стоит, быть? то что-то не четко Я будет. вам Так. еще раз говорю, Поэтому я пишите говорю. министру, чтобы вы все Бланк в руках принеси. держали. Давайте, давай. Ты начинай писать. В первую очередь, кто будет писать? УСБ вызывайте, еще ответственно на вас тоже будет заявление, потому что вы сам на себя не Все, можете. я все согласен. Вызывайте, Да, конечно. потому что мы отсюда не тронемся. Бірінші очередь кім? Сіз жазасыз, сосын сіз ғой, да? Я? Давай, Кило, Бауыржан, жазасы. Ответственно вызывайте, вы на себя не можете сейчас взять, мы на вас тоже пишем. Вызывайте Я себя ответственно. отвечать могу, я. Все Вы сотрудники- заявление Я мои на- сотрудники всем отвечать буду. Я Подождите, за это пришел вы сюда. на себя заявление брать не можете, я на вас буду заявление писать, вы принимать не можете. Почему? Вызывайте. Почему? Я командир Я ЗОД. еще раз говорю, не нарушайте. Я командир ЗОД. Жок, я говорю, ответственно. Отказывайтесь. Отказывайтесь? О чем? Ответственно вызывать сюда. Я сейчас вызываю шаг, по Вызывайте, городу хорошо. ответственную. Давайте А кто вызывайте. хотите писать назад. заявление? Ручку дайте ему. Ручку дайте, конечно. Ручку, короче, да. все дайте ему. Да. Министр МВД. Как министра фамилию можете сказать? Как его зовут? Иржан Саденов просто? Отчествосы? Жоқ. Отчествосы қалай? Отчество не знаешь. Вот не знает даже министр отчества. То есть, уважаемый министр МВД, Саденов Ержан Сапарбекович. Вот, 1075. Патрульдік полиция, он же спец. Мынау 09, 69, я? Мынау деген, вообще, не істеп отыр мына күнде, осы островокта тұрады. То есть, бізде патрульдік полиция ма? Или бізде деген отстой полиция ма? Қалай түсінуге болады? То есть, даже ОПМ бар кезде, то есть, сотрудник
должен патрулировать. При патрулировании он может громкоговорителем, должен остановить подозрительную машину и припарковаться сбоку на безопасное место. То есть они здесь стоят. Вот еще один подъехал. 0773. Но келді. Мына 932 келді. Не, мына бәрі жиналып қалды осы жерде. 0932 келді. Ну, түсінбедім, бізде вообще патрулирование бар ма бізде или? Автостоп па. Уважаемый министр МВД, возьмите на контроль уже данный все. Сегодня целый день жалобы. Возьмите на контроль уже данный все. Сегодня целый день жалобы Цветрма. Целый день. Патрульных полиция. Уважаемый министр МВД, смотрите, машина тонированная. Почему у сотрудника полиции тонированная машина? То есть, смотрите, коррупционная составляющая схема. То есть, старший, почему нарушаем? А, нет, вот это же говорил. Почему нарушаем? Министр МВД, приказ же есть. Приказ есть. Это же не тонировка. Машина тонировка? Завод так. Да, завод, так, завод. Вы завод, если каленый, вы тоже оформляете. У вас вообще должна быть. Вот. То, да. Нет, Вот машина завода же так вот. Жоқ, завода так не выйдет. Мына қара, осым. А? Давай я сейчас сниму тонировку. Открой. Давай сниму. Ну, там, который есть. Тонировки нет. Хорошо, давай я посмотрю. По камеру, вы под видеожетон. Давайте, вы же говорите завод. Вот министр МВД. 1075. Атрау. 1075. Тонированная машина. То есть, патрульных полиция на полный беспредел. Атрау. Все хорошо. Мына тонированный машинамен жыра. Ал, мына кісі айтады, заң ортақ дейді, бірақ та өзінің заңды бұзып жатыр. Мына министр қойған бұйрық бойынша Алиса, из завода как вышли же, как я могу делать? Хорошо, пускай министр выясняет. Оказывается, завода у нас министр уже закупает машины тонированные, да? Я Хорошо. не могу отвечать. Хорошо, а на машина нет. Завода тоже вышла, нет? Вот здесь не тонированная машина, я уже вижу. Здесь тонировки нет. То есть, где-то есть тонировка, здесь вот нету тонировки. Қалай ол сонда? Мынау оказывается заводтан шығады. Ну вот. Саденов Ержан Сапарбекович, мына қараңыз мына. Мына заводтан шыққан дейді ол. Тонировкамен ал. Мына 1075. Өтініш хатты өздеріңіз қате жазып тұрсыздар ғой сіздер. Өтініш хаты мынаны бар ғой. Олай жазылмайды ғой. Неге? Потому что жоқ, жазылып тәсілін айтамын да, мен сіздерге уақытын айтамын. Оған дейін жазылу керек қой бұл деген. Жоқ. Вы постановление вынесли? Что, постановление шығарыпсаңыз, да? Или протокол ма? Жоқ, ондай хаты жоқ. Жоқ, қазір не Алиса, толтырдыңыз? сөзді Қаул ма? бұрмаламаңыз. Жоқ, қаул толтырдыңыз ба или не толтырып жатсыз? Нет, протокол. Протокол? Все, тогда вы обязаны принять. На. Протокол толтырылды. На, вот протокол. Протоколға еще мына. водитель келісті, қолын қойды еще. Ол хатта, ол қаулы болу керек. Енді стоянкеге енді апарамыз деген кезде құндыз келіп жаңа жоқ апармайсың бүйтпей сөйтпейді деп ОПМ сұрап отыр ғой. Құқыңыз бұзбаңыз, адвокат бен. Жоқ, ешқандай Алиса құқын бұзып Дальше вы будете сейчас, на страстоянке вы будете дальше процессуальные действия делать, правильно? Составлять акт, правильно? То есть машину, все это все должно быть при ком? При юридической помощи. Вот он сейчас просит, что поставить. Алиса, если водитель согласится, зачем ему этот? Он не согласен. Оны қол қойып тұр ғой енді. Жоқ, енді қолын шақыршы водительді қазір. Сотқа жерінде жатыр, протокол сотқа жерінде жатыр. Иә, болды. Күдетке ана бәрі. Бәс, арсын бәрін.